Баршаларыңызға сәлем оқушылар. Бұл видео сабақта мен сіздерге қазақ әдебиетінен ұлттық бірыңғай тестілеуге қандай шығармалар бойынша дайындалуымыз керек және қандай бағыт бойынша дайындалуымыз керек, қандай бағытта жазылған кітап бойынша дайындалуымыз керек, сол жөнінде әңгіме қозғамақпын. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Егер сіздің таңдау пәніңіз қазақ тіл, қазақ әдебиеті болатын болса, енді естеріңізде болса, алдыңғы видео сабақтарда мен қазақ әдебиетінен ұлттық бірыңғай тестілеуге қалай дайындалу керек, қазақ тілінен қалай дайындалу керек деген сияқты бірнеше фишкалармен, өзімнің кеңестеріммен бөліскен болатынмын. Ол видео сабақты көрмеген болсаңыздар, соңынан белгілеп кетем. Енді дәл қазір 2025 жылғы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалуға арналған жалпы орта білім беру бағдарламасы бойынша 5 пен 11 сынып аралығында қоғамдық гуманитарлық бағыттағы қазақ әдебиеті пәнінен шығармалар тізімі. Яғни сіздерге 5 пен 11 сынып аралығындағы барлық қазақ әдебиетін оқудың қажеті жоқ. Соның ішіндегі мынау қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша жазылған қазақ әдебиетінің 5 пен 11 сынып аралығындағы пәндерден сынып бойынша дайындаласыздар. Ұмытпаңыздар, қоғамдық гуманитарлық бағыт. Жаратылыстану математика емес, қоғамдық гуманитарлық бағыт. Бұл нәрсені егер өз көзіммен көргім келеді, мынаны мен өз көзіммен көргім келеді, өзім дайындалғым келеді дейтін болсаңыздар, онда тест центр ұлттық тестілеу орталығының сайтына кіресіздер. Осының ішінде мектеп оқушыларға деген бөлімді таңдайсыздар, одан кейін жоғарғы оқу орнына түсушілерге деген таңдайсыздар, одан кейін ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу деген бөлімді таңдасаңыздар, соның ішінде қазақ әдебиеті пәнінен дайындалатын шығармалар тізімі деген бөлім бар. Сол бөлімнен көре аласыздар, міне барлығы. Бұның ішінде қазақ тілде бар деген сияқты. Енді бірінші бұл қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша 5 пен 11 сынып аралығында кітаптарды мен ала алмаймын, менде кітапхана бермейді, мектеп бермейді, ондай жағдай қарастырылмаған десеңіз, оқулық кезет сайтынан аласыздар. Ешқандай сылтау бұл жерде қабылданбайды деп ойлаймын. Енді қазір барлығы қолжетімді. Енді бізде әдебиеттер қалай бөлінеді? Мысалға, ежелгі дәуір әдебиеті, бірінші ежелгі дәуір әдебиеті. Ежелгі дәуір әдебиеті бойынша Алып Ертонға жырына, Жүсіп Баласағұнның Құтты білек жырына, Архоненис ескерткіштері, Күлтегін жырлары, Қорқыт Атаның Байбөрі баласы Бамсы байрақ туралы жырға, Қорқыттың нақыл сөздері, Ахмет Яссауидің даналық кітабы, Әл-Фарабидің Қашықтасың туған жер және Тіршілікте құрыштай бол төзімді деген шығармалары арқылы дайындаласыздар. Екінші дәуір бізде халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиетінен кейін халық ауыз әдебиетінен ертегілер, оның ішінде Керқұлатты Кендебай ертегісіне, одан кейін Аяз би ертегісіне, Қобыланды батыр жырына, Қыз жібек жырына және де Біржан Сара айтысына дайындаласыздар. Жыраулар халық ауыз әдебиетінен кейін жыраулар поэзиясы басталады. Жыраулар поэзиясы Асан Қайғыдан бастау алған Жиенбет жырау, Доспанбет жырау, Ақтанберді жырау, одан кейін Шалки жырау, Бұхар жырау, Қазтуған жырау. Осы жыраулардың шығармалары бойынша дайындаласыздар. Жыраулар поэзиясынан кейін шешендік өнер кетеді. Шешендік өнер 8-ші сыныпта Майқы би, Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би, міне шешендік өнер бөлімі бойынша. Одан кейін 19-шы ғасыр әдебиеті басталады. 19-шы ғасыр әдебиеті Шортанбай Қанайұлы, Сүйінбай Аронұлы, Мұрат Бөңкеұлы, Нысанбай жырау, одан кейін Нысанбай жыраудан кейін Мұхамбет Өтемісұлы, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы. Осылардың барлығы 19-шы ғасыр әдебиетіне кетеді. 19-шы ғасыр әдебиетінен кейін 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы әдебиет. Оған Шәкәрім Құдайбердіұлы, Біржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Ғабит Мүсірепов, Ахмет Байтұрсынұлы, Қасым Аманжолов. Осы ақын жазушыларына жатады. Одан кейін 19-шы ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет. Бұл әдебиеттерге Ілияс Есенберлин, Бауыржан Момышұлы, Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Әуезов, Дулат Исабеков, Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов, Фариза Оңғарсынова, Тахауи Ахтанов деген сияқты ақын жазушыларымыз жатады. Одан кейін ең соңғы бізде қазіргі заман әдебиеті.
қазіргі заман әдебиеттеріне мысалы Шерхан Мұртазаны, Несіпбек Айдұлын, Ұлықбек Есдәулетовті, Саттар Елубайды жатқызсақ болады. Одан кейін шетел әдебиеті. Шетел әдебиетінің ішінен Александр Сергеевич Пушкиннің ескерткіш өлеңіне, Эрнест Хемингуэйдің Шал мен теңіз повесіне, Джек Лондонның Мексика ол әңгімесіне, Расул Ғамзатовтың Ана тілі өлеңіне және Менің Дағыстаным әңгімесіне өлеңіне талдау дайындалатын боласыздар. Жалпы осы бөлім бойынша енді мен сіздерге ауызша қысқа нұсқасын айтып кеттім, бірақ енді жаңағы ұлттық тестілеу орталығының өзінің ресми сайтынан бұл мәліметтердің барлығын көре аласыздар негізінде. Ең бастысы осы шығармалар бойынша сіздерден керегі сұралары осы тиянақты дайындалу. Бұл шығармаларды таңдаған кезде неге мән бересіздер? Ең біріншіден, міндетті түрде шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау керек. Ол еш жерде қалмайды. Толық шығарманы талдай алмаймын. Мен олай шығарманы толығымен талдау үшін маған басынан бастап дайындық керек. Мен сонау 5-ші сыныптан дайындалуым керек дейтін болсаңыздар, егер мен қиналамын дейтін болсаңыздар, ондай нәрсеге онда мынау біріншіден шығарманы таңдайтын кезде мен кейіпкерлеріне де қиналамын дейтін болсаңыздар, аннотация жазыңыздар. Аннотация деген бұл шығарманың қысқаша мазмұнын жазу, кейіпкерлерін талдау, таңдау. Бұның өзі сіздерге көп көмегін тигізеді негізінде. Және де шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау үшін бұл шығарма сіздер тарапынан толығымен оқылу керек. Автор не айтқысы келді бұл өлең арқылы, оқырманға, келер ұрпаққа не жеткізгісі келді? Мен осы сұраққа жауап беріп үйренулеріңіз керек. Жалпы осы поэзиялық шығармаларға енді сіздерде бұл өлеңнің негізгі идеясы дегенде сұрақ келеді, және де ұйқасын, буынын, тармағын, шумағын ажырат болса, енді бұл өлеңді құрылысына қарай талдауды білулеріңіз керек. Өлеңді құрылысына қалай талдауды білмесеңіздер, онда ондай да сабақ менің YouTube каналымда жүктелген. Өлеңді құрылысына қарай талдау десеңіздер, мен Абай Құнанбайұлының бір өлеңін талдап көрсеткенмін. Жалпы өлеңді құрылысына талдайтын болсаңыздар да, жалпы бұл жерде әдебиет теориясын білу керек. Әдебиет теориясында ең бірінші метафораны, метонимияны, одан кейін теңеуді, эпитетті тауып үйреніңіздер. Жалпы осы нәрсеге, осы метафора, метонимия, теңеу, эпитет және де кейіптеу. Біздің осы тест жұмысымызда, тесттерде қалмайды, жиі кездесетін сұрақтардың бірі. Сондықтан осы әдебиет теориясының осы сұрақтарға жауап беріп үйреніңіздер, оқыңыздар осы әдебиет теориясының осы тақырыптарға. Жалпы шығармалар тізімі деген осы. Енді мен сіздерге жалпы фишкасын көрсеттім, қай жерден алатындарыңызды. Ең бастысы міне ұлттық тестілеу орталығы өзінің белгілеген ресми мәліметі бұл. Сондықтан барлығы көзге көрініп тұр, сіздерге тіпті қандай бағыт бойынша дайындалу керектігін көрсетіп тұр. Егер де бұндай нәрсе көрсетпесе, ұлттық тестілеу орталығы мүмкін сіздер қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша да, жаратылыстану математика бағыты бойынша да бүкіл кітапты, бүкіл сыныпты мүмкін оқып жүрмедіңіздер. Сіздердің уақыттарыңыз үнемдеу мақсатында міне көрдіңіздер ме, осылай қай пәннен дайындалу керектігін тіпті көрсетіп, қандай бағытпен дайындалу керектігін тіпті көрсетіп қойған. Сондықтан сіздердің тараптарыңыздан енді сұралатын нәрсе бұл бар күш-жігер, дайындық. Сондықтан дайындықты бүгіннен дәл қазірде бастаңыздар. Өйткені ерте басталған нәрсе, уақытта үнемделген нәрсе, онда міндетті түрде өз жемісін береді деген сенім.